Сәлем достар, сіздермен шоу-бизнес арнасы. Видеоларым қызық болса, маған тіркеліп, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Танымал композитор Арман Дүйсенов өмірден өтті. Қаралы хабарды көпшілікке журналист Дәулет Мұхаев хабарлады. Тағы бір жақсы адам кетті. Танымал композитор, продюсер, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткері Арман Дүйсенов 48 жасында дүниеден озды. Айта кететіні, өнер иесінің әзірге неден қайтыс болғаны белгісіз. Арман Дүйсенов 1974 жылы Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында туған. Ол Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, заманымыздың ең дарынды композиторы, продюсер, тележүргізуші. Музыканттың еңбек жолы 1990 жылы Павлодар қаласында өткен 22-ші республикалық жас орындаушылар байқауында жеңіске жеткеннен кейін басталды. Композитор 2014 жылы Мастеро Эма Музон нұсқасы бойынша жылдың үздік композиторы атағына ие болды. Тағы бір жылдан кейін Астана жұлдызы нұсқасы бойынша жылдың үздік композиторы атанды. Арман Дүйсенов мәдениет қайраткері төсбелгісімен марапатталған.